Осы мәселе өте маңызды. Тыңдаңыздар. Жұма күні имам құтпа оқуға мінберге шығады ғой. Құтпа оқуға. Бірінші азаннан кейін. Осы бірінші азаннан кейін біз деген 4 ракағат бекітілген сүннет оқимыз. Одан кейін екінші азан айтқан уақытта болды. Еш нәрсе істеуге болмайды. Тып-тыныш имам намаз оқып болғанға дейін артық сөз сөйлеуге болмайды, артық нәпіл намаз оқуға болмайды, тәсбих тартуға болмайды, телефон шұқылауға болмайды, еш нәрсе істеуге болмайды. Мүлдем. Себебі имам құтпаға шыққан уақытта имамды тыңдау уәжіп, намаз оқу нәпіл, сүннет ол. Сондықтан сүннет пен уәжіп бірге келген уақытта сіз бірінші уәжіп амалды орындайсыз. Көп бауырлар қателік жасайды. Кейде көріп жатасыз, имам құтпаға шығады, бірақ әңгімелесіп отырады. Имам құтпаға шығып құтпа оқып жатса, телефон шұқылап отырады. Сіз білмеген жерден күнә алып жатсыз. Білмеген жерден күнә алып жатсыз. Бірақ білмейсіз оны күнә алып жатқаныңыз. Бірақ білмеу үзір емес. Үкімдер баяндалып жатыр мешітте, айтылып жатыр, болмайды. Сондықтан бауырлар, жұма күні сіз келсеңіз, бірінші азаннан кейін 4 ракағат сүннет оқисыз, 4 ракағат екінші азан басталса болды. Тып-тыныш отыра қалады. Ешкіммен амандаспайсыз, тәсбих тартпайсыз, телефон шұқыламайсыз. Тып-тыныш имам парыз, 2 ракағат парыз намазың сәлемін бергенге дейін мүлдем сөйлемейсіз. Парыз оқып болғаннан кейін барып, қасындағы адамдармен амандасасыз, халін сұрайсыз, басқа дегенсіз. Оған дейін мүлдем сөйлеуге, нәпіл намаз оқуға болмайды.